тақырыбымыз педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы. Осы сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге Kahoot ойынын ұсынамын. Осы санды жазып, осы ойынға кіріңіздер. Олай болса, осы ойынды жалғастырамыз. Бұл ойын тақырыбы педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы. Бірінші сұрақ. Еуропадағы ең бірінші балаларға және мұғалімдерге арналған оқу құралын жазған неміс педагогы. А. Демокрит. Б. Сократ. Б. Ратке. Жужеппесі. Ең бірінші орындалған Шерхан. Екінші сұрақ. Тәжірибелі маманның еңбек өтілі. А. 1/3. Б. 3/5. Қайтадан Шерхан бірінші орынды алды. Үшінші сұрақ. Педагог бұл біреудің тәрбиесімен айналысатын, адамды тұлғалы жағынан дамытуға бағытталған адам. Кімнің сөздігінен алынған? А. Ажегов. Б. Сократ. С. Аристотель. В. Ратке. Ең бірінші жауап берген Шерхан. Екінші мұғалім атанған кемеңгер. А. Аристотель. Б. Аль-Фараби. С. Яссауи. В. Геродот. Аль-Фараби. Енді ең бірінші орындалған Төребек Бекжан. Педагог тарихында мұғалім тұлғасына қойылатын талаптар туралы өз еңбектерінде жазған педагогтар. А. Аристотель Демокрит. Б. Ажегов Ратке. С. Сократ Аль-Фараби. Д. Дистерберг Гельвеци. Дұрыс жауабы Дистерберг Гельвеци. Ең бірінші жауап берген Қалмаш пен Расул. Енді дұрыс ойын ойнайық. Ушинский мұғалім мамандығы сырттай қарапайым болғанымен тарихтағы ең ұлы істердің бірі деп айтқан. Дұрыс не бұрыс? Дұрыс. Қалмаш пен Расул қайтадан бірінші орынды алды. Екінші сұрақ. Жаңашыл мұғалім өзінің авторлық технологиясын ұсынатын жаңашыл мұғалім. Дұрыс немесе бұрыс? Тездетеміз. Кім ол кетті жауап бермей? Дұрыс жауабы бұрыс. Қайтадан Қарлығаш пен Расул дұрыс жауап берді. Каменскийдің ізбасары Ушинский орыс мұғалімдердің мұғалімі атанды. Дұрыс немесе бұрыс? Бір адам қалып кетті. Жауабы дұрыс. Қарлығаш пен Расул алға шықты. Жеңіс екінші орында келеді. Мұғалім мамандығы елдің болашағын көбейтпейтін, рухын
Okuсын төмендететін жауапкершілігі жоқ мамандық. Дұрыс немесе бұрыс? Tezірек жауап береміз. Қайтадан Қарлығаш пен Нұрасыл бірінші орынға шықты. Жеңіс екінші орында. Ең соңғы сұрақ. Мұғалім оқушының интеллектуалдық негізін және рухани дүниесінің қалыптасуына жауапты тұлға. Дұрыс немесе бұрыс? Tezірек жауап береміз. Кім жауап бермеді? Барлығының жауабы дұрыс. Бұл жерде ең үшінші орынды алған Айгерім, екінші орынды алған Жеңіс, бірінші орынды алған Қарлығаш пен Нұрасыл. Ал төртінші орында Мирас, бесінші орында Бейбіт. Сіздерді құттықтаймын. Бұл сұрақтың барлығына 77% сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Сіздерді осы сабақты түсінді деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар.